Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздермен шығыстың хит бауырсағы ши бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бір ыдысқа жылы сүтімізді құйып, үстіне ертілген сары майымызды құйып, және құмшекерімізді, тұзымызды, содамызды қосып, жақсылап шекер ерігенше араластырып аламыз. Сосын үстіне қажет мөлшерде ұнды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне видеода көрініп тұрғандай осындай жұмсақтықта болуы қажет. Енді қамырдың бетін жауып 20-30 минутқа тоңдырып қоямыз. Қамыр жарты сағат тоңғаннан кейін алып, тағы бір қайтара илеп аламыз. Сосын оқтаудың көмегімен жаямыз. Ол міндетті түрде жұқа болуы қажет емес. Міне осындай қалыңдықта болуы қажет. Енді шетінен ұзыншалап кесіп аламыз. Енді қолымыздың көмегімен лағман созғандай видеодағыдай жасайсыздар. Енді осы қамырды майда-майда бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Барлығын осылай майда бөліктерге бөліп болғаннан кейін қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Менің видеоларым сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Барлығы біркелкі қызарып пісуі үшін міндетті түрде қозғап отыруды ұмытпаңыздар. Өзіңіз қалаған түске енгенше пісіріп алуыңызға болады. Бұл шамамен 3-4 минут алады. Міне осындай ши бауырсақтар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бауырсақты әсіресе балалар сүйсініп жейді. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған арайлым.